Дәріс 5. Сабақ құрылымы. Қарастыратын сұрақтар. Бірінші, сабақты өткізудің жалпы схемасы. Дайындық фазасы оқушылар мен мұғалімнің өзара әрекет жолдарының белсенді оқыту. Екінші, сабақтың нәтижесін бағалау фазасы. Сабақты құруға қойылатын талаптар. Үшінші, сабақтың психологиялық талдауы. Сабақтың негізгі кезеңдеріне шолу. Бірінші, кіріспе, назар аудару және сабақ мақсатын белгілеу. Екінші, түсіндіру, жаңа білім беру және негізгі ұғымдарды талдау. Үшінші, бекіту, материалды қолдану және дағдыларды дамыту. Төртінші, бақылау, білім деңгейін тексеру және кері байланыс беру. Бесінші, қорытынды, үй тапсырмасын беру және сабақты жинақтау. Бірінші кезең сабаққа кіріспе, оқушыларды қызықтыру және мотивациялау. Сабақтың алғашқы 5-10 минуты өте маңызды. Кіріспе оқушыларды тақырыпқа қызықтырып, олардың назарын аударып, алдыңғы білімдері мен жаңа тақырып арасында байланыс орнатуы керек. Назар аударту, қызықты сұрақ, жұмбақ немесе шағын эксперимент арқылы бастау. Мақсат қою, оқушыларға сабақ соңында нені үйрететінін және неліктен үйрететінін айқын түсіндіру. Алдыңғы білімді актуализациялау, оқушылардың тақырып бойынша бұрынғы білімдерін тексеруге арналған жылдам сұрақтар. Екінші кезең жаңа материалды түсіндіру, анықтық, логика және ынтымақтастық. Бұл кезеңде мұғалім жаңа ақпаратты жүйелі түрде ұсынады. Материалдың құрылымы айқын, логикалық және оқушыларға қолжетімді болуы тиіс. Бірінші, ақпаратты бөлу. Күрделі ұғымдарды шағын, оңай қабылданатын блоктарға бөліп беру. Екінші, көрнекі құралдар. Диаграмма, кесте, бейнелерді және басқа да көрнекі құралдарды диаграмма сияқты қолдану. Үшінші, интерактивтілік, оқушыларды талқылауға, сұрақтар қоюға және мысалдар келтіруге шақыру. Материалды ұсыну кезінде әр 10-15 минут сайын шағын үзіліс жасап, оқушылардың түсінігін тексеріп отыру маңызды. Үшінші кезең бекіту және қолдану, теориядан практикаға көшу. Бірінші, топтық жұмыс, бірлескен есептерді шешу арқылы бір-бірінен үйрену. Екінші, жеке жаттығулар, жаңа формулаларды немесе ережелерді қолдануға арналған. Үшінші, рөлік ойындар немесе модельдеу, материалды шынайы өмірлік жағдайларда қолдану. Төртінші, кері байланыс, тапсырмаларды орындау барысында мұғалімнен немесе құрбылардан жылдам кері байланыс алу. Төртінші кезең бақылау және бағалау, білім деңгейін анықтау. Бағалау кезеңі оқушылардың сабақ мақсаттарына қаншалықты жеткенін анықтауға мүмкіндік береді. Ол тек баға қою үшін ғана емес, сонымен қатар түсінбеушіліктерді анықтау және болашақ сабақтарды жоспарлау үшін маңызды. Бірінші, қалыптастырушы бағалау, сабақ барысында жүргізіледі. Екінші, жиынтық бағалау, кезең соңында білімді терең тексеруге арналған тест, бақылау жұмысы немесе ауызша жауап беру. Үшінші, өзін-өзі бақылау, оқушыларға өз білімдері мен прогрестері туралы ойлануға мүмкіндік беру. Мысалы, мен бүгін не үйрендім? Бесінші кезең қорытынды және үй тапсырмасы, сабақты жинақтау және келесі қадамдарды белгілеу. Сабақты қорытындылау. Үй тапсырмасы, негізгі ережелерді немесе ұғымдарды қайталаңыз. Оқушылардан бүгінгі сабақтан алған ең маңызды 3 фактіні атауды сұраңыз. Бұл материалды олардың санасында нығайтады. Үй тапсырмасы тақырыпқа сәйкес және орындауға болатындай болуы керек. Ол талдауды тереңдетуге бағытталған шығармашылық жұмыс. Келесі сабаққа дайындық ретінде ақпарат жинау, дағдыларды жетілдіруге арналған қосымша жаттығулар. Тиімді сабақ құрылымын құрудың кеңестері. Уақытты дәл жоспарлау, әр кезеңге нақты уақыт бөлу. Мысалы, кіріспе 5 минут, түсіндіру 20 минут. Уақытты қадағалау сабақтың созылып кетпеуін қамтамасыз етеді. Бейімделу, оқушылардың реакциясына қарай жоспарды өзгертуге дайын болу. Егер олар ұғымды тез түсінсе, тереңірек талқылауға көшу. Кері байланыс, оқушылардан сабақ құрылымы туралы пікір сұрау. Бұл оқыту әдісін үнемі жетілдіруге көмектеседі. Әртүрлі әдістерді қолдану, дәріс оқу, топтық жұмыс, жеке зерттеу сияқты әртүрлі оқыту. Қойылатын сұрақтар. Бірінші, сабақ құрылымы дегеніміз не? Екінші, сабақтың негізгі кезеңдері қалай жіктеледі? Үшінші, кіріспе бөлімінің басты мақсаты қандай? Төртінші, негізгі бөлімде оқушылардың белсенділігін арттыру үшін қандай әдістер қолданылады? Бесінші, қорытынды бөлімде мұғалімнің әрекеті қандай болуы керек? Алтыншы, заманауи сабақ құрылымында ақпараттық технологиялардың рөлі қандай? Жетінші, бағалау кезеңі сабақтың қай тұсында және қалай жүзеге асады?